Аймақта еңбек мигранттарының құжаттарын заңдастыру мәселесінде қиындықтар жойылмақ. Халыққа қызмет көрсету бағытында жұмысын бастаған көші-қон қызметтері орталығында шетелдік азаматтар үшін барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Елге келетін еңбек мигранттары көп. Мәселен, былтыр облыс аумағына 37 мыңға жуық шетел азаматы келіпті. Дегенмен бұл олардың бір бөлігі ғана. 5-6 мекеменің арасында сергелденге түскен шетелдіктердің барлығы бірдей құжаттарын заңдастыра бермейді. Ал жұмысын бастаған жаңа орталық көлеңкеде жүрген мигранттардың заңды түрде тіркелуіне ықпал етеді. Ғимараттың ашылу салтанатында сөз алған аймақ басшысы оның тиімділігіне тоқталды. Ана ғимарат, мына ғимаратты сандалып жүрмеу керек. Сосын жаңағы жемқорлықтың да мүмкіндігін азайту керек. Келген адамның көзіне қарайтын, қолына қарамайтын, көзіне қарайтын адамда жұмыс істеу керек. Осының бәрін қамтамасыз ету үшін осы мынау электрондық жүйені пайдаланатын, бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін осындай орталықтар қазір көп болу керек. Осыған дейін мұндай орталықта шетелдіктерге жұмыс істеуге рұқсат құжаты мен ел аумағына уақытша келетіндерге жеке сәйкестендіру нөмірі ғана берілетін. Енді оның аясы кеңейіп, уақытша келетін шетелдіктер мен азаматтық жоқ тұлғаларды тіркеу, елден тысқары аймаққа тұрақты тұратындардың құжаттарын рәсімдеу, виза беру секілді қызметтер көрсетіледі. Бір терезе қағидатының тағы бір тиімді тұсы мынадай. Осы жылдың аяғына дейін тағы 3 қызметтер қосылады. Бұл орталықтың негізгі тиімділігі елге келген шетел азаматтары бұрын 5 мемлекеттік органға баратын болса, қазір бір орталықтың ішінен құжаттарын рәсімдеуге мүмкіндіктер алынған. Орталықтың қызметін алғаш тұтынған тұрғындардың бірі Икболжан Расулов, 33 жастағы өзбек азаматы, еңбек етуге осыдан 3 ай бұрын келіпті. Уақыты жақындаған ол тағы да 3 айға рұқсат мерзімін ұзартуға өтініш берген. Бас аяғы 1 сағаттың көлемінде құжаты қолына тиді. Қазақстанға жұмыс жасауға 3 ай бұрын келгенім, нелі çozdurdum документімді. Поликлиникада burada ekan, bari bir жерде, şu yerden ötüp, bari bir yerde 2 gün içinde 3 ayga çozdurып aldım dokumentimni. Vaqt ko'p ketardi, 10 kun, 15 kun vaqt ketardi. Mana bu yerda 2 kun ichida dokumentimni aldım. Жалпы көші-қон қызметтері орталығы біздің аймақтан бөлек 12 өңірде жұмыс істейді. Осы орталықтар арқылы шетел азаматтарына 52 мыңнан астам қызмет көрсетіліпті. Асқар Тәжиев, Алпамыс Әшірбеков, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы.